Ұрпақ санасында қайсар әкенің, достарының арасында адал жанның, әріптестерінің арасында беделді қызметкері бола білген жан. Ол Манас Төлебаев. Арды заматта жер-жерде еске алып ұлықтау, әрі бұқаралық спорттың даму мақсатында турнирлер өтуде. Ендігі кезек жекпе-жек өнері грэпплинг сайысы болып өтті. Біраз жылдар білім саласында қажырлы еңбек етіп, сонан соң спорт бағытына бет бұрып, өскелең ұрпақтың дені сау, салауатты өмір салтын берік ұстанатын қоғамдық қалыптастыру бағытында аянбай қызмет атқарды. Ер есімі ел есінде деген осы болар. Ерсұлтан спорт кешенінде грэпплингтен еске алу турнирінің өтуі соның айқын дәлелі. Барлық ауданды қоса алғанда 150-ге тарта спортшы бақ сынасып, өзара жүлдені таласқа салды. Осылайша жарқын азаматтың жарығын мәңгі өшірмеуге бүгінгі ұрпақ міндетті.